Екінші тоқсанға арналған жиынтық бағалау тапсырмалары. 12 тапсырма, 30 балл. Бірінші тапсырмада Ньютонның бірінші заңының түсіндірілетін құбылысты атаңыз. Екінші тапсырмада Ньютонның бірінші заңының тұжырымдамасын жазыңыз. Бұл екі тапсырманың жауабын жазамыз. Бірінші тапсырманың жауабы: Ньютонның бірінші заңымен түсіндірілетін құбылыс инерция құбылысы болып табылады. Екінші тапсырманың жауабы: егер денеге күш әсер етпесе, немесе күштердің тең әсерлі теңгерілген болса, дене инерциялық санақ жүйесіне қатысты түзу сызықты және бір қалыпты қозғалады, немесе тыныштық күйін сақтайды. Үшінші тапсырмада деформацияның түрлері мен атауын сәйкестендіріңдер. Бірінші суреттегі деформация түрі созылу болып табылады. Екінші суреттегі деформация түрі сығылу болып табылады. Үшінші суреттегі деформация түрі ығысу болып табылады. Төртінші деформация түріндегі иілу болып табылады. Бесінші деформация түрі бұл жерде бұрау болып табылады. Бұл жағдайда мен дұрыс жауаптарын әртүрлі түспен рет-ретімен көрсетіп қойылды. Төртінші тапсырмада суретте арбашаны сүйретіп бара жатқан адам бейнеленген. А жағдайында арбашаға әсер етіп тұрған күштерді суретте бейнелеңіз. В жағдайында арбашаның қозғалыс үдеуі 2 метр секунд квадрат. Арбаша мен шелектердің жалпы массасы 30 кг. И жағдайында арбашаға әсер ететін күшті анықтаңыз. 2 жағдайында неліктен арбашаға әсер ететін күштен адамның тарту күші үлкенірек болуы қажет екендігін сипаттап жазыңыз. Сурет бойынша күштердің қандай бағытта қалай тартылып жатқандығы көрсетілген. Тарту күші, ауырлық күш төмен қарай бағытталған және жоғары қарай бағытталған N реакция күші. Енді А жағдайында бұл жерде F тең M көбейту А формуласымен қолданылады. В жағдайында егер тарту күші ауырлық күшінен артық болмаса, дене орнынан қозғалмайды. Біз бұл жерде әсер ететін күшті табу үшін берілген жазып аламыз. А тең 2 метр секунд квадрат үдеуіміз, М тең 30 кг массамыз және F күшін табуымыз керек. Бұл үшін F тең М көбейту А Ньютонның екінші заңын қолданамыз. 2 метр секунд квадратты көбейтеміз 30 кг-ға, сонда 60 ньютон. Онда әсер ететін күшіміз 60 ньютонға тең екен. Бесінші тапсырмада Ньютонның екінші заңын сурет арқылы тұжырымдаңыз. В жағдайында массасы 4 кг дене қандай да бір күшті әрекетінен 2 метр секунд квадрат үдеу алады. Массасы 8 кг денеге дәл осындай күшпен әрекет еткенде ол қандай үдеу алатынын есептеңіз. Тапсырманың А жағдайында екі дене бір-бірімен әрекеттескенде олардың үдеулері массаларына кері пропорционал болады. Бір жағдайында біз берілген бойынша есептейміз. А1 үдеу тең 2 метр секунд квадрат, массы М1 тең 4 кг, екінші массы М2 тең 8 кг, А2 үдеуді табуымыз қажет. Ол үшін Ньютон екінші заңын қолданамыз. F тең М көбейту А, сөйтіп күшті есептеп аламыз. 2 метр секунд квадрат көбейтілген 4 кг тең 8 ньютон. Сонда бірінші А1 және М1-дің көбейтіндісі арқылы 8 ньютон күшті тауып алдық. Енді А2 үдеуді табу үшін F-ті бөлеміз М-ға, F-ті бөлеміз М2-ге. Сонда 8 ньютон 8 кг-ға бөлетін болсақ, 1 метр секунд квадрат шығады. Алтыншы тапсырмада суреттегі динамометрдің көрсеткіші бойынша Ньютонның үшінші заңын сипатта. Жауабы: әрекет етуші күшке әрқашан тең, қарама қарсы әрекет етуші күш бар болады. Әрекет етуші күшке әрқашан тең, бірақ қарсы әрекет етуші күш бар болады. Жетінші тапсырмада бірінші ғарыштық жылдамдықтың формуласын жіктеңіз. F тең М көбейту А Ньютонның екінші заңы. А тең В квадрат бөлінген R. Бұл жерде үдеу. Сонда орнына қоямыз. МV квадрат бөлінген R тең MG. В тең төрасына GR. Бұл ғарыштық жылдамдық болып есептелінеді. Сегізінші тапсырмада ғарыш кеменің жер бетінен 5 RG қашықтығына
алыстағандағы тартылыс күшін табыңыз. Бұл жерде 5 жауап берілген. А жағдайында 36 есе артады, В жағдайында 36 есе кемейді, С-да 5 есе артады, Д-да 5 есе кемейді, Е-де өзгермейді. Ол үшін біз формулаға қойып есептейміз. Бүкіл әлемдік тартылыс заңына. Сонда жауабы тартылыс күші бізде F тең G көбейтілген M көбейтілген M1 көбейту M2 бөлінген R квадрат. Осы жерде біз R-ді қоятын болсақ, 36 R квадратқа тең болды. Олай болса, тартылыс күші 36 есе кемейді екен. 9-шы тапсырмада Меркурий ғаламшарының орташа радиусы 2420 км. Еркін үдеуі 3,72 метр секунд квадрат болса, массасын есептеңіз деп 5 түрлі жауап берілген. Біз әуелі есептеп алып барып, жауабын салыстырып табамыз. Берілген жазбаламыз G тең 6,67 көбейтілген 10⁻⁴ дәрежесі ньютон көбейтілген метр бөлінген кулон квадрат, R тең 2420 км, G Марстікі 3,72 метр секунд квадрат және M массаны табуымыз керек. Сонда M тең G R квадрат бөлінген үлкен G-ға. Орындарына мәндерін қойып есептейміз. Сол кезде бізде шығады екен 3,27 көбейтілген 10⁻23 дәрежесі килограмм. Бұл деп отқанымыз берілген 5 жауаптың ішіндегі В жауабына сәйкес келеді екен. 10-шы тапсырмада жердің жасанды серіктерін не үшін қолданатынын түсіндіріңіз деп берілген. Енді бұл жағдайда жауабында геодезиялық зерттеулер үшін, навигация үшін, ғылыми зерттеулер жүргізу үшін қолданылады. 11-ші тапсырмада F күшінің әсерінен массы М-ге тең дене А үдеуімен қозғалады. Кестені толтырыңыз. Бізде бірінші орында А, екінші орында М, үшінші орында F тұр. Үдеу, масса, күш. Және мына берілген кестедегі кейбір кестелерде мәндер тұр. Кейбір кестеде сұрақ белгісі тұр. Сол сұрақ белгісінің орындағы мәндерді табуымыз қажет. Ол үшін біз мына 3 формуланы қолданамыз. F тең M көбейту А, Ньютон екінші заңы. Осы жерден А тең F бөлінген M үдеуі табамыз белгісіз болған жағдайда, және M тең F бөлінген А белгісіз массаны табатын формула. Осы формула, 3 формуланы қажетті жерінде қолдана отырып, мәндерін есептеп табамыз. Мысалы, бірінші кестеде А үдеуді табу керек. Үдеуді табу үшін F-ті бөлеміз M-ға. Сонда 0,25 метр секунд квадратқа тең. Екіншіде де дәл солай. 6 миллиньютонды бөлеміз 3-ке 2 метр секунд квадратқа тең. Одан кейінгі жағдайда бізде күшті табу керек. Күшті табу үшін масса мен үдеуді көбейтеміз. 80 ньютон болды. 4-ші жағдайда тағы да үдеуді күшті табу керек. Бұл жерде М көбейту А 20 ньютон болды. Соңғы графада М-ді табу керек. М деп отқанымыз F бөлінген А. Сонда 20 ньютонды бөлеміз 0,1 метр секунд квадратқа 200 килограмм болады екен. 12-ші тапсырмада суретте түскен күш әсерінен резеңке баудың ұзындығы өзгеруінің тәуелділік графигі берілген. Сол резеңке баудың қатаңдығын табыңыз деп берілген. Қатаңдық бұл жерде серпімділікке байланысты. К тең F бөлінген L минус L0. Орнына мәндерін қоямыз. График бойынша 4 бөлінген 1,4 минус 1,2-нің айырымы. Сонда 20 ньютон бөлінген метрге тең. Олай болса, резеңке баудың қатаңдығы 20 ньютон бөлінген метрге тең.